балалар, бүгін сабақ 40 сабақ мәтіннің құрылымдық бөліктері дейді. Мәтіннің құрылымдық бөліктерін табуды үйренемін дейді. 10 жаттығу. Мәтінді оқы, мәтіннің басқы және негізгі бөліктерін жігін ажырат. Оспан сабақтан келісімен сөмкесін лақтырып тастады. Үстел үстінде тұрған тамақты апыл-ғұпыл ішіп ойнауға кетті. Ол кешке дейін доп қуып жүргенде үйдегі інісі Мұрат та қарап отырған жоқ. Әуелі Оспанның сөмкесін біраз сүйретті. Содан соң мәтін негізгі бөлігін бірінші сурет арқылы толықтыр. Соңғы бөлігін не болғанын өзің ойлап тап. Ол үшін екі сурет бойынша оқиғаны болжап көр дейді. Бірінші суретте қараңыздар. Інісі сумкасын ақтарып отыр, сөмкесін сөйтіп, дәптерін жыртып тастаған, қаламдарын алды. Қараңыздар. Енді ары қарай жалғастырып көрейік. Сонан соң дәптерін алып, сурет салды. Осман үйге келгенде дәптерінің быт-шыты шыққанын көріп, қатты ренжіді. Міне. Бұл жерде қарап тұрсақ, бірінші бөлігін қараңыздар. Бірінші бөлігі Османның сабақтан келісімен сөмкесін лақтырып тастады. Үстел үстінде тұрған тамақты апыл-ғұпыл ішіп ойнауға кетті. Ол кешке дейін доп қуып жүргенде үйдегі інісі Мұрат та қарап отырған жоқ. Әуелі Осман сөмкесі біраз сүйретті. Одан соң деп ары қарай соңғы бөлігін өзіміз жалғастырдық. 14-ші жаттығу оқы. Порталасымен мақалды мәнін талқыла дейді. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейді. Жақсыдан үйрен дегеніміз, мысалға, жақсы оқитын балалардан соны жақсы жағын алып, мінезін, білімін жақсы жағын аламыз. Ал бұзық, сотқар балалардан олармен дос болып, олардың бұзықтығын өзімізге үйренбеуіміз керек. 15 жаттығу. Суреттерге қара, мәтінді оқы дейді. Ербол бүгін жарыста болып сабаққа бармай қалды. Кешкісін жантасының үйіне барып, үйге берген тапсырманы сұрадым. Ол көшіріп алуға дәптерін бердім. Сол кезде жантасының үйіне Айдар келіп қалды. Ол Ерболдың асығыс көшіріп жатқанын көріп, сен оны текке көшірме, мен саған есептің шығару жолын түсіндірейін. Сонан соң өзін де үйреніп аласың деді. Ербол досын сөзін мақұлдап, оған ризашылығын білдірді. Мәтін кейіпкерлері кімдер? Мәтіннің кейіпкерлері Айдар, Жантас, Ербол екен. Мәтіннен оқыған сенің көзқарасың қандай? Менің көзқарасым жақсы. Былай қарап тұрсақ, өзің біліп тұрсаң, біліміңді басқаға үйреткен, ол жақсы іс екен. Игі іс екен. Тағы қандай сурет салуға болады дейді. Өздеріңіз ойланып көріңіздер, қандай сурет салуға болатын. Мәтін қанша бөлікке бөлуге болады? Мәтінді 3 бөлікке бөлуге болады. 3 бөлікке бөлуге болады. Қараңыздар, бірінші бөлігі басы. Ерболдың бүгін жарыста болып сабаққа бармай қалды. Бұл басы екен. Кешкісін жантасының үйіне барып, үйге берген тапсырманы сұрады. Ол көшіріп алуға дәптерін берді. Сол кезде жантасының үйіне Айдар келіп қалды. Ол Ерболдың асығыс көшіріп жатқанын көріп, сен оны текке көшірме, мен саған есептің шығару жолын түсіндірейін. Сонан соң өзін де үйреніп аласың. Ол ортаңғы бөлік екен. Ербол досын сөз мақұлдап, оған ризашылығын білдірді. Осы соңғы бөлік екен. 3 бөлікке бөлуге болады екен бұл мәтінді. Мәтін соңғы бөлігін көшіріп жаз дейді, мына жерден көшіріп жазады екенсіздер. Енді 16-шы жаттығу оқы. Біздің Айша апай тәрбие сағаттарын қызықты өткізеді. Бірде ол келесі тәрбие сағатын өзара сынға түсетінімізді хабарлады. Өзара сында әрбір осынаушы досымның әуелі жақсы жағын, содан соң кемшілігін дәлелдеп айтуын қажет екенін ескерді. Серік Арнұрмен өзара сын айтысына түстім. Айтысты Серік бастады. Досым Арнұр, сенің әдептілігің мен кішіпейілдің үлгі тұтамын. Дегенмен сен жеңе алмай жүрген кемшілігің бар. Ол жалқаулығым. Сен жалқау болмасаң, жүзік бағларың болмас еді. Ары қарай Арнұр
Арнұр дегенде ары қарай өзіміз жалғастырамыз, иә. Мәтін неше бөліктен тұрады? Аяқталмай қалған бөлігін қайсысы дейді. Мәтін үш бөліктен тұрады, аяқталмай қалған бөлігі Арнұр деп ары қарай жалғастырамыз. Арнұр не деп айтатынын жалғастырып жаз, соны сыныпта бір-бірімен өзара сынға түсіп көріңіздер дейді. Қараңыздар, енді Арнұрдың не деп айтатынын өзіміз жазып көрейік, иә. Арнұр кейде үй тапсырмасын орындамай ойнауға кетіп қалады. Сабақта мұғалім сұрағанда ойланып тұрып қалады. Сондықтан оның бағалары төмен болып жүр. Бірақ Арнұр қателігін түсінді. Енді ол сабағын мұқият дайындалып, 5 алуға тырысып жүр деп жазады екенсіздер. Ары қарай жалғастырып, міне. Арнұр деген көптен орнынан кейін естіп жазсақ болады екен, жалғастырып. Балалар, бұл соңғы бөлім екен, иә. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.